Сәлем қыздар, бүгін тез оңай жасалатын балды тортының рецебімен бөлісемін. Подпискиді басып, менің каналыма тіркеліп алып, видеоны ақырына дейін көріп алыңыздар. Керек заттарымызды осылай алдын ала дайындап аламыз. Ыдысымызды алып, ішіне жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне балымызды салып, балды да жақсылап араластырып аламыз. Енді ыдысымызды отқа қойып майымызды салдық. Майымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ас содасын саламыз. Ас содасы медпен реакцияға түсіп көпіршиді. Араластырамыз. Енді оның үстіне ұнымызды саламыз. Ұнды жақсылап түйіршіктер қалмайтындай қылып араластырып аламыз. Бізде сұйық масса дайын болады. Мінекей қыздар, осындай қамырымыз дайын болды. Енді осындай ыдысымызды алып, ішіне мешок салып, қамырымызды холодильникке жібереміз. Енді холодильниктегі қатып тұрған қамырымызды алып, осылай бөліктерге бөлеміз. Мен 7 бөлікке бөліп алдым. Енді шариктерімізді осылай жайып алып, пергамент қағазын үстіне сразу жайған ыңғайлы қыздар. Осылай домалақ қылып жайып аламыз. Оны мен кольцоның көмегімен кесіп алдым. Кольцоның көмегімен кесіп алып, шетіндегі артықтарын алып тастап, алдын ала қызып тұрған 180 градуста 5 минутта пісіп шығады коржықтарымыз. Тез-тез піседі қыздар. Пергамент қағазынан сразу ыссы күйінде ажыратып аламыз. Мінекей қып-қызыл болып, әдемі болып корждарымыз пісіп жатыр. Барлық корждарымызды осылай бетін вилкамен тесіп пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, менің барлық корждарым пісіп дайын тұр. Менде 7 корж болды. Шетіндегі қамырларды қосып, тағы да бір корж шығардым. Мен оны бетіне себуге блендерден өткізіп крошка жасаймын. Енді кремін дайындаймыз. Ыдысымызға сүтімізді құйып, қатты ысытып аламыз қыздар. Басқа екінші ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, жақсылап езіп аламыз. Оның үстіне крахмалымызды саламыз. Енді крахмалды жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы ыссы сүтіміздің кішкене бөлігін жұмыртқалы массамыздың үстіне құйып, осылай араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызды ысып тұрған сүтіміздің үстіне құйып, тоқтатпастан осылай араластырамыз. Араластыруды тоқтатпаймыз қыздар, асты жабысып қалады. Өзі жаймен осылай қоюлана бастайды. Қоюланған кезінде үстіне сармайымызды салып, оттың астын өшіреміз. Араластырып, майымыз ергенше осылай араластырамыз. Біздің әдемі жұп-жұмсақ креміміз мінекей дайын болды. Мінекей қыздар, дайын креміміздің бетін пленкамен жауып, суығанша қойып қоямыз. Енді коржықтарымызды арасына крем жағып жинайтын боламыз. Осылай коржықты қойып, әр коржықтың үстіне мен 2,5 қасықтан крем салдым. Осылай кольцода жинасаңыздар, шеттері теп-тегіс болып, әдем болып шығады. Осылай корждарды бірінің үстіне бірін қойып, кремді жағып жинап аламыз. Жаңағы ауысып қалған бір коржды мен блендерден өткізіп, осылай ұсақ крошкамызды жасап алдым. Мінекей майда крошка әдемі дайын шықты. Мінекей қыздар, енді осы крошкаларымызды осындай қапталдарына үстіне сеуіп, барлық жеріне сеуіп, тортымызды осылай аяқтаймыз. Мінекей өте дәмді, жұп-жұмсақ балды торт. Тез дайын болады қыздар. Негізінде видеода қарағанда ұзақ көрінуі мүмкін, бірақ тез дайын болатын торт. Жасап көріңіздер. Менің каналымды қолдап, подпискиді басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да видеоларды салып тұрамын. Жасап көріңіздер.